былай екен ғой. Мысалы бізде мынау кубтар ғой, бәрі кубтар, иә. И осындай бір ә, қалай айтсам болады, 3D фигура ғой мынау. Иә, то есть бұның несі бар, көлемі бар фигура ғой. Яғни бұның бізге не табу керек дейді? Толық бетін ауданы дейді. Иә. Тогда бірінші не туралы сөйлесейік? Кубтың өзі туралы, иә. Қарапайым кубты алайық. Ә, Так вот, обычный кубик алсам. Саған сұрақ, Мұхаммед. Осы кубтың қанша беті бар, немесе қанша жағы бар деп ойлайсың? 6. Алты, дұрыс. Неге? Себебі оның несі бар? Үсті мен асты бар, иә, міне. Үсті мен асты бар. Бергі жағы мен артқы жағы бар, иә, ар жағында. Оң жағы бар және сол жағы бар. Жалпы дұрыс 6 болады. И ең қызығы, что олар бірдей емес па? Яғни асты мен үсті бірдей, иә, аудандары. Себебі олар бірдей. Мысалы, бергі жағы мен ар жақ тоже бірдей, сол жақ пен оң жақ тоже бірдей. Яғни біз осы фигураның толық бетін санау үшін бізге мынаның алтауының бәрін қосу керек емес. Бізге үшеуін қоссақ жетеді, и одан кейін 2 көбейте саламыз. Вот. Демек, біз мынау есепте біз тура сондай амал жасай алады екенбіз. Яғни, ол не деген сөз? Яғни біз фигураны үшке бөлеміз. Яғни үшке дегенде үш бөлігін ғана санай саламыз. И сөйтіп үшеуін қосып екіге көбейтуге болады екен. Яғни біздің аяқта көзқарасымыз маңызды ғой. То есть көре алу керек та, қай жақтан бастап қай жерін санаймыз. Вот мысалы сразу уже көзге көрініп тұр. Ол мына фигураның бізге қарап тұрған жағы. Мысалы бергі жағы, иә, міне. Мен қазір бояп жатырмын әдейі. Яғни бұл бергі жақ қой, бізге қарап тұрған жақ. Демек, бұл не деген сөз? Бұның артқы жағы бар ғой, арғы жағы. Бұның артқы жағы тура сондай болмай ма бәрібір? Ауданы. Түсінесің ба? Иә. Иә. Демек, бізге просто осы фигураның ауданын таба салу керек. Так, ол үшін бізге не керек? Ұзындықтарын бөлу керек. Так, біз білеміз, мына бізде 1. Так, мына жақта 2. Мына бізде қанша еді? 3 және 5 дейді. То есть, мынау 3. Мына толық бәрі 5 дейді. Вот, енді осының аудандарын тауып шығайық. Так, қазір дұрыстап санаймыз, қарап отыр. Так, ну давайте бастайық. Мынау 5-ке 5 бұл шаршы. Демек, бұның ауданы қанша болады? 25. Мынау шаршы 3 көбейте 3, бұл 9 болады. Мынау шаршы, бірақ қараңдар, дұрыстап қарасаң, қара, 1-ге 1 ғой. Мысалы, мынау 1, иә? То есть, понятно, что бұл 1. Бірақ артындағы шаршы кішкене көрінбей тұр, жасырын болып тұр ғой. Понимаешь? И біз бұны, типа, қазір ішіне кіргізіп жіберсек, ештеңе өзгермейді ғой. То есть, қарам. Как бы, сенде не бар, осындай квадратик бар, 2-ке 2 деген. Иә, вот 2-ке 2. И мына жағында тура алдынан қарасақ, 1-ге 1 деген не бар? Тоже квадратик бар. Яғни бізге санау керек, получается, осы ауданды, міне қара. И оның артындағы ауданды. Яғни артындағы деген ол мынау ғой, міне. Қай жағы боялып тұр? Барлық жағы боялып тұр ғой. То есть 2-ке 2 деген квадраттың бүкіл беті боялып тұр. То есть бізге мынаны қазір 1-де 1 дегенді бөлек, одан кейін артындаған тұр ғой, ана кішкентай бір немес нестандартный фигура тұр ғой, бөлік, иә? Оны екеуін бөлек санап тұру керек емес. Яғни мынау 1-ге 1 және 2-ке 2 дегендер, ол бәрібір не береді? Толық 2-ке 2 квадраттың ауданын бере береді ғой. То есть қысқасынан бәрі болады, сонда 4 болады. Онда болса бізге қоса салу керек 25, 9 және 4. И бұны сендер қоссаңдар. Саламатсыңдар ма? Кешікпеңдер, Мержан, неге кешіктіңдер, иә?
Не болып қалды? Так, жарайды. Мынау шешімін түсіндіріп жатырмын, дұрыстап түсініп қарап отырыңдар. Так, бәрін қоссақ, 25 плюс 13, 38 шығады. 38 бұл қай жақ? Бұл бергі жақ қой, бізге қарап тұрған бергі жақ. Енді тура солай, сендермен санаймыз, оң жақты, то есть мына жақтан қарасақ, оң жақтан қарасақ, бізде фигура қалай болып жатыр, то есть біз қазір нені іздеп жатырмыз. Так, оның суретін мен аяққа салып берейін сендерге. То есть бізде табанында не бар міне? Тура сол бағанағы 5-ке 5 деген шаршы бар, Так, тура үстінде 2-ке 2 деген шаршы бар мынандай. Вот 2-ке 2. Оның шет жағасында 1-ге 1 бар. И оның артында 3-ке 3 бар. Бірақ 3-ке 3 это тоже получается тура былай болып тұр ғой, ондай болса. Не былай болып тұр ғой. Вот 3-ке 3. И бізге салмау керек осы ауданды. Яғни мен оны қазір қарамен боясам, мына жерлер ғой міне. Яғни жаңадан келгендер, вот кім бізде? Айлана, Мейіржан. Біз кешегі есепті шығарып жатырмыз мен ол. То есть біз қазір санап жатырмыз нелерді, как бы шетінен қарасақ, немесе алдынан қарасақ, яғни қарапайым 2D фигура сияқты қарастырып жатырмыз. Шетінен қарасақ қой, понимаете? То есть әрқайсысын бөлек-бөлек емес, сразу қарап жатырмыз оң жағынан, немесе қазір ғана шығардық алдынан. Мейіржан кейін запистан тағы да қарасам болады, басынан бастап. Вот, енді әрқайсысын қазір ауданын тауып алсақ болады. Мысалы 5-ке 5 бұл 25 болады. Мынау 2-ке 2 4 болады. Мынау 1-ге 1 ол 1 болады, бірақ проблема неде балар? Что мынау бөлік қой, осы бөлік табу. Бірақ бәрібір де бізге оны санамасақ та болады. Неге? Себебі мынау 2-ке 2 және 1-ге 1 дегендер оның бәрібір не? Оның бәрі 3-ке 3 деген ішінде ғой бәрібір, понимаете? Яғни осы 3-ке 3 деген квадратиктің ішінде ғой. Яғни бізге мынаның әрқайсысын бөлек-бөлек 1, 4 деп санап отыр керек емес еді негізі. Понимаете, потому что мынау ауданды және мынау ауданды қоссақ, бәрібір не шығып кетіп жатыр? Бәрі не беріп отыр? 3-ке 3 деген квадрат. Аудан ғой, енді 3-ке 3-тің квадратын аудан беріп отыр ғой. Понимаете? То есть бұл бәрібір не болады? Бәрібір 9 болады деген сөз. Вот. Енді қосамыз 9 и 25. Бұл бізге береді 34. Так, 38 бұл алдынан қарасақ, то есть тура бет алдынан қарасақ, 34 бұл шетінен қарасақ, оң жағынан. И әрине, соответственно, и сол жағынан қарасақ та бірде болады. Біз бағана Мұхаммедпен бастаған едік. Фигураны оң жағынан немесе сол жағынан қарасаң, аудандары бірдей. Үстінен немесе астынан қарасаң, бірдей. Алдынан немесе артынан қарасаң, бірдей бола береді аудандар. Вот сол үшін біз қазір тек қана 3 бөлігін тауып жатырмыз. Яғни алдынан қарасақ, оң жақтан қарасақ, енді біреу ғана қалды, ол үстінен қарасақ. Немесе астынан қарасақ, екеуі бірдей балар. Енді сендерге сұрақ. Кана фигураға. Окей, давайте үстінен қарасақ. То есть мынаның тура осының бәрін үстінен қарасақ, бізде не шығады? Бізде осындай 5-ке 5 квадратик шығады. Дұрыс па? Ең алдымен, ең сыртқылар ғой, 5-ке 5. Сосын 3-ке 3 деген квадратик бар мына жерде міне. 3-ке 3 деген квадратик болады. Мына жерінде 2-ке 2 деген квадратик, и потом 1-ге 1 деген. Мынаны бәрін түсіндер ма? Түсініп жатсыңдар ма? Вот, әдемі. Үстінен санап отырмыз. Енді бізге керек аудан не? Үстінен санағандағы аудан ғой. По факту получается ол 3-ке 3 квадратик, 2-ке 2 квадратик, 1-ге 1 квадратик, и анау қалған бөлігі бәрі. Сұрақ сендерге балар. Біз қазір мынаны әрқайсысын жеке-жеке, 1, 2, 3, 4, 4 ауданды бөлек санаймыз ба, или сразу санасақ бола ма, общий? Тезірек санауға бола ма? Қалай ойлайсыңдар? Сразу. Сразу. Әрине сразу. Ол қанша болып тұр сразу? Көбейтсек. Санасақ. 25. Әрине 25. Потому что бұл бәрі 5-ке 5-тің квадратик ішінде ғой бәрі. Болды. Демек сендер енді қараңдар. Это то же самое, что и сендер үстінен санасаңдар ғой. Бірақ астынан қарасаңдар, сендерде бәрібір тура сол
квадратик болады ғой, 5-ке 5 деген, правильно? Астынан қарасаңдар. Түсіндіңдер ма? Астынан қарасаң. Вот, так что ол да 25 болып тұр. Так что біздің айтқанымыз бағана өте дұрыс болып жатыр. Яғни бізге қазір әрқайсысын алтауын санап отыру керек емес. Бізге үшеуін санаймыз, и 2-ге көбейте саламыз. Болды, демек 38, 34 қосасыңдар, 25 қосасыңдар, и 2-ге көбейтесіңдер. Давайте тез қосып жіберейік. Так, мына екеуі 72, мынау бізде 25, 97, и потом 97-ні көбейтеміз 2-ге. Бізде шығады, қанша шығады? 194 шыға ма? Я дұрыс, жауап 194 екен. То есть біз дұрыс шығардық. Болды, балалар. Сұрақ бар ма ана жақтан? Жоқ. Так, тамаша онда. Келесі сәтке өтейік. Так, мынау сендер үй жұмысына сұрақтар болған еді. Бар ма шығарандарың? Кішкене тырысқандарың бар ма араларында? Так, жоқ па? Ну, жарайды онда. Бірінші есептен бастайық. Ал Мұхамеджан біріншісін оқи бер. Айта бер. Жұмысшы, жұмысшы, Екі жұмыс. екі жұмысшы Мгм. бірлесіп 330 деталь дайындады. Оларды біреуіне норманы орындау үшін тағы 6% деталь шығару керек. Ал екіншісі норманы 26%-қа артық орындады. Мгм. Бірінші жұмысшы қанша деталь дайындады? Мгм. Так, получается, бұл қалай болып тұр сонда? Норманы орындау үшін тағы да 6% деталь шығару керек. Ал екіншісі 26% орындапты, иә? Онда бірінші жұмысшы қанша деталь орындайды дейді. Так. Вроде түсіндім, да. Так, то есть былай оқыраңдар балар. Егер де бізде екеуі де норманы орындаса, иә? То есть біріншісі де екіншісі де нормамен, яғни қалай жасау керек сонша жасаса, олар бәрібір тура сол 330 деталь жасамай ма бәрібір? Түсіндіңдер ма? Яғни олардың, мысалы, допустим, давайте екі адамды алайық, иә? Біріншісі, екіншісі. Біріншісі, әрине, олар екеуі де әрине емес балар. Бірдей жасайтын деген нәрсе емес. Екеуі екі түрлі жасауы мүмкін. Мысалы, біреуі там шәкірт, біреуі ұстаз дегендей ғой. И мысалы, біріншісі айталық X деталь дайындау керек еді по плану, норма бойынша. А екіншісі Y деталь дайындау керек еді. И екеуі қосқан кезде детальдардың саны ол 330 болу керек еді. Жарай ма? Ал, то есть балар, бұл есеп не емес балар, жұмысқа есеп емес, то есть ойлап қалмаңдар. То есть мына жақта әрқайсысы бөлек-бөлек істеп жатыр негізі. То есть бұл не емес, там кесте RTW деген есеп емес бұл. Окей? Так, енді айтып жатыр, что біреуі дейді 6% деталь шығару керек. То есть ол қанша процент жұмыс істеді ол, получается? Өзінің нормасын қанша пайызын орындады деп ойлайсыңдар? Ал жауаптарың бар ма? Егер оған тағы да 6% деталь шығару керек. А по факту бізде ол норма деген сөз, ол 100% қой. Значит, ол қанша процент бітірді? Қанша процент жасап бітті ол? 94. Молодец. Получается, ол бізде 94% бітірді.
Біз оны 94%-ті еске түсірейік. Проценттерді санға айналдыру үшін, бөлшекке айналдыру үшін не істеуіміз керек еді? Қандай амал жасауымыз керек еді? Бұл бізде не істейміз? Процентке санды айналдыру үшін 100-ге бөлеміз, наоборот. Яғни олар 94% істеді, а по факту олар 0,94 х орындады деген сөз. Мына х деген бірінші жігіт. Вот. Ал екіншісі 20%, 26% артық орындады. Демек, ол қанша процент орындады жұмыстың? Ну, 126. иә. Енді 126-ны 100-ге бөлсек, қанша шығады бізде? 1/26 y. И вот как раз таки ол қайттан береді, сол 330 деген нәрсені береді бізге. Енді сендерде міне 2 теңдеу шығып жатыр, балалар. Вот міне. Егер нормамен жасасақ, қарапайым, ешқандай асықпай, жай ерінбей, олар тура сол 330-ды бітіру керек еді нормамен. Бірақ біреуі жай істеді, екіншісі тез істеді, соның арқасында қайттан тура сол 330-ды бітірді. Демек бізде не шығып жатыр, балалар, мына жақта қарапайым теңдеулер жүйесі шығып жатыр. Поняли? Иә. Ну, енді дәптерге, балалар, давайте мына жүйені өздерің көшіріп алыңдар. Давайте, тезірек, балалар. Жүйені көшіріп алыңдар. И енді ойланып көріңдер. Көшіргеннен кейін мына жүйені біз қалай шығаруға болады, қалай шығара аламыз? Ну, бар ма варианттар? Ну, балалар, біз не істеуіміз керек? Әрине, мынау бөлшектерден құтылуымыз керек қой. Яғни 0,94, 1,26 деген құтылу керек. Ол құтылу үшін не істей салуға болады? Бір оп-оңай әрекет бар. Яғни үтірлерден құтылу үшін не істеуге болады? Яғни біз әшейін, балалар, 100-ге көбейте салады екенбіз. Яғни екінші теңдеуді бәрін 100-ге көбейтеміз. Сол кезде ана үтірлер жоқ болып кетеді. То есть, қараңыз, мынау бізде қалай оқылады? 100-ден 94 қой. То есть, негізі былай ғой, қараңыз. 100-ден 94 негізі былай. Біз қазір оны 100-ге көбейтсек, мына 100 қысқарып кетеді. Понимаешь? Вот сол үшін бізде, давайте оны тезірек істей берейік. Яғни бізде шығады 94х плюс 26y и тең болады 330 и тағы да 2 нөл қосып жібереміз міне. Вот қараңдар, балалар, міне бірінші теңдеу, мынау екінші теңдеу. Иә, мына жақта кішкене үлкен шықты, 33 мың ештеңе етпейді, бірақ біз қазір өте оп-оңай шығара саламыз. Мына жақта бірінші, давайте еске түсірейік, балалар, мынау енді қараңдар, екі теңдеуде қарапайым бүтін сандар, то есть коэффициенттер бәрі бүтін сандар. Мына жақта x, y коэффициенттері 1-1, мына жақта 94 және 126. Енді сендер бұл есепті шығару үшін оп-оңай бір тәсіл қолдануларың керек. Бұл алмастыру тәсілі деп аталады. Дәптерлеріңе өздерің жазып алыңдар бұл жерге, балалар. Алмастыру тәсілі. Алмастырамыз. Яғни бұл не деген сөз? Яғни біз x-ті немесе y-ті оң жаққа немесе сол жаққа жібере саламыз деген сөз. Яғни x-ті мысалы мына жақта қалдырсақ, y-ті оң жаққа жіберсек, сонда x шығады тең 330 не болады ары қарай? Минус y или плюс y болады? Y-ті оңға лақтырсақ не болады? Минус y или плюс y? Минус Y. Әрине, минус y болады.
Вот, енді осы x-тің орнындағы 330 минус y-ті екінші теңдеудің x-тің орнына қоясыңдар балар мына. Екінші теңдеудегі x-тің орнына осы 330 минус y-ті қоясыңдар. Әрине жақшамен. Енді сендерде шығады, получается, екінші теңдеу былай болады. 94, 330 азайту y плюс 26y тең 33 мың. Вот осындай үлкен сан шығып отыр. Болды, енді қарапайым жашауын ашамыз. Жашауын аша ғой бізде. Мержан аша ғой жашауын. 94 көбейт. Мгм. 330 азайтылған y қосылған 126. Жоқ, қате айтып отырсың. Так, Мұхаммед жашауын ашамыз дұрыстап. Ну, еске түсірейік, давайте. Қалай ашамыз? Дельфинчик әдісі ғой, дельфинчик. Енді айта берсейші. Ал Мұхаммед айта ғой. 94-ті 330-ға көбейттік. Одан кейін не істейміз? Айлана. Y-ті көбейтеміз. Әрине, кімге көбейтеміз? 94-ке. Вот, сол үшін біз жазамыз. Минус. Y емес, минус 94y, Мержан. Неге ұмыта бересің постоянно? Плюс 26y. Тең 33 мың. Енді балар, мынау уже ұят қой, балар. Бастауыш сыныбы ғой. Y-тарды бір жерде қалдырамыз. Сандарды басқа жаққа лақтырамыз. Болды. Яғни бізде получается не шығып жатыр қараңдар? Минус 94y қосу 26y. Бұл қанша y береді? Біріктірсек. Ал санасаңдар, тез балар, тезірек. 200. А, нет. 220 Y. Жоқ. 32 y. 32y әрине. Айлан, біз бұны өттік қой, айнау. Біз бұны қыра. Таңбалар әртүрлі болса, біреу минус, біреу плюс болса, біз не істеуіміз керек еді? Азайтпаймыз ба? Ну, таңбалар әртүрлі ғой, азайтасын. Так, окей. Я не заметила. Окей, оң жақта қара, 33 мың азайту болып жатыр. 94 көбейту 330. Давайте тез көбейтшілік, мен сендерге калькулятормен санай салайын, иә? 94 көбейтеміз 330, 31 мың 20 шығады. Енді қанша болады? 33 мың азайту 31 мың 20. 1980. Я, 1980 тең 32 y. Онда осы y табу үшін не істеуіміз керек ары қарай? 1980-ді бөлеміз 32-ге. Ал өздерің бөлжеңдер онда. Так, давай тезірек балар. Алпыс бір бүтін 875. Точно? Так, 31 бүтін 875. Что-то ондай жауап шықпау керек еді негізі. Бізде бүтін сан шығу керек қой. Негізі бүтін сан шығу керек еді да негізі. Так, мынау есепте, значит, бір қате бар деген сөз балар. Кейбір кезде бұндай байқасындар, иә, осы уақытқа дейінде есептерде берілгенде немесе шешімдері қате болған. То есть, нақты кішкене олай емес. Так, жақсы балар, ештеңе етпейді. Сендер ең басты не үйрендіңдер, хотя бы кем дегенде алмастыру әдісінің тәсілін көрдіңдер міне. Окей? Кейін тағы да әрине есептер келе береді. Так, жақсы ол. Келесі есепке өте берейік. Тапсырма 2. Так, бірінші ана берілген көшіріп алыңдар өздеріңе.
көшіріп болғаннан кейін біз мысалы сенбі күні бір рет осындай есептер шығарған болатынбыз. Даже екі рет шығардық, үш рет шығардық. Сабақтардан қалмайтындар біледі ана қалай шығару керек. Шығарып болғаннан кейін өздері маған айтыңдар. Все, сендерге ровно 3 минут берейін. Ал, давайте. Так, ну балалар, кімде қандай ой бар екен? Бар ма бөлісе алатын? 1,2008-ден 2017. Так, Мұхаммед шығардың, иә? Иә, дұрыс жауап. И Мұхаммед неден бастадың айта ғой? Айта бер. Қалай шығардың? Мен қысқарттым бірделерді. Үстінде бірлер қалды, соларды қостым. Бірінші мынау еске түсірейік, иә, балалар, сендер білесіңдер. То есть мынандай бөлшектерді біз басқаша жаза аламыз, басқаша әрекетпен. Яғни бірінші бірді тұра берсін ол, ешкімге зиян жоқ. Ал вот екінші неден бастап, яғни бірінші бөлшектен бастап, біз бұны қалай жаза аламыз, еске түсірейік. Бұны біз былай бірден бір қосылған екіден бір. Қосылған? Осыны ортақ бөлініп. Ойбу, Осы неге қосылған? иә. Окей, қоссан, жақсы қосайық ол. Но вообще сондай болады. 3-тен 2 болып кетеді ғой, но 3-тен 2 болып кетеді. Сен неге қосасың ол? Типа тексеру. Бізге енді бір керек қой үстінде. Көбейтеміз. Азайтамыз. Қалай көбейтеміз? Мұхаммед, сен қалай шығардың айналайын? Әрине азайтасыңдар. Вот, міне сендердің мына бөлшектерін азайту емес паралар. Дәптерлеріне болу керек қой, балалар. Сендерге айттық қой. Ой, балалар. Так, екінші бөлшек. Бұны қалай жаза аламыз онда? Екіден бір азайтылған 3-тен 1. Иә. Келесі кете береді, тура солай. Соңында не болады, соңында? Сонда 2017-ден 1 азайтылған 2018-ден 1. Вот. Енді нелер қысқарып кетеді? 2000. Қалай 2-мен 2 қысқарады олар? Вообще 2 деген нәрсе жоқ қой мына жақта. Немене қысқарады балалар? Бәрің айта беріңдер. Ну, не бар бірдей балалар. Айтсаңдаршы, бәрі көрініп тұр ғой, бірдей не бар? 1-ден 1. Ол қысқармайды ғой. 2-ден 1, 2-ден 1. Иә, бірдей, бірақ таңбалар әртүрлі. Иә, міне вот 2-ден 1, 2-ден 1. 3-тен 1, 3-тен 1 қысқарады. 2017 плюспен тұр, оның алдында минуспен тұр мысалы. Значит, ол да кетеді.
Вот, значит, сендерде не қалады? Қарапайым. Бір қосылған бірден бір, яғни бір қайттан, и минус бір бөлу 2018. Осы нәрсе шығады ғой сендерде қарапайым. И сендерге осыны санай салу керек. Болды. Сендер мына бірді қоя тұрыңдар, мынаны санап жүресіңдер. Осыны. Ол бізде қалай саналады? Бір қосылған ортақ бөлім 2018. Мынаған көбейтесіңдер 2018-ге. И азайтасыңдар 1. Сонда үстінде шығады 2017 бөлі 2018. Енді еске түсіреміз. Бүтін санды бөлшекке қоссақ, не болып кетеді? Әшейін бір-біріне жабысып қалады да. Яғни 1 бүтін 2018-ден 2017 шығады. Мейіржан, Мұхаммед, Айлана, мынаны түсіндіңдер ма шешімін? иә, Болды. Жазып алыңдар өздеріңе. Просто мен балалар түсінбей жатырмын. Неге сендер ондай есептерді біз уже мынау 5-ші есеп қой, біз көріп жатырмыз. Тура осындай сендер әлі шығара алмай жатсыңдар. Мен түсінбеймін балалар, шынымен. В чем проблема? Вроде бәрін айтып жатырмын сендерге. Дәптерлеріне көшіріп отырыңдар. Бөлек әдемі дәптер болсын деп айтамын. Так, жақсы, ол көшіріп алсаңдар. Келесі тапсырма 3. Біз қазір үлгермейміз, бірақ сынды тапсырманы оқып алайық. Итак, Айлан оқи бер, 3-ші тапсырма. Концертте аудиториядағы барлық адамдарға сахнаның жақсы көрінісін беру үшін залдағы орындықтар арасында бос орын қалдырылып қойылған. Ол төмендегі жоспарда көрсетілген. Алдыңғы 17 қатардағы орындықтардың жалпы саны қанша? То есть бізге айтып отыр. Ну, давайте бар, дұрыстап қарап алыңдар. Иә, концертте адамдар қалай отырғызылған. То есть, міне осындай шахматный порядок та, шахмат қатарында ғой негізі. Иә, міне. Арасы бір-бірден, и міне былай кетіп жатыр. Онда сұрап жатыр. Жалпы 17 қатар болса, иә, мына жақта. Толық 17 қатар, да, жалпы қанша адам отыр деген сөз. Ну, тапсырма түсінікті деп ойлаймын. И жәмендеп подсказка бере бастайын сендерге, балалар. Бұл қарапайым шахмат, сендер білесіңдер, шахмат. И сұрақ сендерге, балалар, біздің оқушылар қандай квадратиктарда отыр? Қандай цветте отыр олар бәрі? Көк. Көктерде, дұрыс. көктем. Яғни сендер просто көктерін санайсыңдар, балалар. Мына бірінші қатарда қанша көк клетка бар, яғни қанша бала отыр бірінші қатарда? 10. 10. Екінші қатарда қанша бала отыр? 8. Жоқ, дұрыстап қараңдар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 екен. Ая, потише поставь. Келесі қатарда? Үшінші қатарда қанша бала отыр? Тоже 10. Төртінші қатарда қайттан 9 болады. И сөйтіп сендер осылай 17-ге дейін жеткізесіңдер да, сөйтіп бәрін санап жүресіңдер, балалар. Қазір сабақ бітті қазір. Өздерің санай беріңдер, жарай ма қазір? Сағат 11-де бастаймыз, жалғастырамыз. Шықты ма, балалар? Мынау есепте менде 170 шықты. Так, 170 дейсің ба? Жоқ, ол қателеу негізі. Ну, давайте бірінші бәрін қосып жіберейік, міне қара. Жазып шығайық. 10, потом 9. Қайттан 10, қайттан 9. И осылай жалпы 17 сан болу керек. Онда сұрақ сендерге, ең соңында бар ғой, ең соңында қайсы сан жазуымыз керек? 10 ба или 9 ба? Қалай ойлайсыңдар? 9. Наверное. Так, ну, Мұхаммед, Мейіржан, Санжар, сендер қалай ойлайсыңдар? 19. И жалпы бізде 17 сан болу керек қой.
Онда ең соңында қай цифр санын қою керекпіз? 10. 10 әрине. 10. Себебі бізде қараңдар. 10 қазір бүкіл біздің ондарымыз қай орындарда тұр? Тақ орындарда тұр ғой, тақ орындарда. Нечетные места. Яғни мынау бірінші орында тұр. Мынау екінші орында, үшінші орында, төртінші орында, бесінші орында кете береді. Мынау 17-ші орында. Яғни біздің 10 деген сандарымыз тақ орындарда орналасқан. Демек, 17-ші орында кім тұрады? Әрине қайтадан 10 тұрады. Енді осының бүкіл осы сумманы қосу үшін, яғни санау үшін бізде 10 деген сан қанша рет қайталанып жатыр, балалар? 9 деген сан қанша рет қайталанып жатыр? Ну, 10 деген сандар қанша штук, 9 дегендер қанша штук? Мына қосындыда жалпы. Жалпы 17 сан бар ғой бізде. 14. 10. 10? 9 рет 10. Иә, 10 деген 9 рет. Ал 9 деген өзі ше қанша рет болып тұр сонда? 8. 8 рет, дұрыс. Онда бізде вот не шығады? 10 көбейту 9, 90. 9 көбейту 8, 72. Енді осы екеуін қосып жібересіңдер. Қандай жауап шығады? 162. Шады 162. Болды. Жауап С. 162. Мгм. Так, ал кеттік ал. Келесі сеп 5. Так, Санжорик, ал оқи бер. Суретте 2017 жылғы қазан айының күнтізбесі берілген. Суреттегідей сызықтар мен қоршалған терезенің ішіндегі 4 күннің цифрларының қосындысы 5 қосу 6 қосу 1 қосу 2 қосу 1 қосу 3 тен болады 18. Егер осылай 4 күнді сызықтармен қоршап жасайтын болса, онда терезенің ішіндегі цифрларының қосындысы ең үлкені қанша болады? Мгм. Так, тапсырма түсіндіңдер ғой, балалар? Яғни бізге не керек? Бізге 4 санды қоршау керек, и олардың цифрларының қосындысы ең үлкен болу керек. Вот, мысалы, мен мына төртеуін алғым келеді да, мысалы айтайын. Мына жақта қазір қоссақ, бізде шығады 1 плюс 6, 1 плюс 7, 2 плюс 3, 2 плюс 4. Бізде шығады, міне, 7 плюс 8 плюс 5 плюс 6. Так, мынаны қоссақ, 15, 26 шығады. Бірақ мына жақта варианттар ондай емес. Значит, мен қате кішкене значит, кішкене көбірек алға болады деген сөз. Понимаете? Вот, сіздерге табу керек ең үлкен вариантты. Қандай бола алады? Давайте 1 минут ойланып көріңдер. Тапсырма бәрі түсінді ма? Олар түсіндіңдер ма? Ай, Ау, дұрыс. қалай шықты да? Яғни, сендер айту керексіңдер жауапты, мен емес. Неге менен сұрап жатсыңдар? Сендер әне жауап беру керексіңдер. Қандай 4 санды алып жатырмыз? 5, 6, 12, 13 бола ма? Енді олардың қосындысы қанша болып тұр, Санжар? 18 болып тұр ғой?
Мен саған қазір ғана 18-ден үлкен сан таптым. 26 деп тауып бердім саған. Қалай қайттан 18 болады? Сен тапсырманы түсінбедің, значит. Бізге табу керек ең үлкен, мүмкін болатын ең үлкен вариант. Так, ну балалар, кімде қандай вариант шығып жатыр? Қандай төрт санды алып жатырмыз? Ну, так, сендер шығарып отырсыңдар ма, балалар? Ойланып отырсыңдар ма, әлі әшейін отырсыңдар ма? Он тоғыз, 20, 26, 27. Так, окей, тексерейік. Мына төртеуін, иә? Так, сонда қоссақ қанша болады бізде мынау? 1 плюс 9, это 10 болады. 10. 2 плюс 0, 2 болады. 2 плюс 6, 8. 2 плюс 7, 9. Так, мынаның бәрін қоссақ бізде шығады 29. 29, ондай вариант жоқ. Значит, бұл емес. Басқа төртеуін алу керек. Айтсаңдаршы, Мейіржан, Мұхаммед, неге сендер шығармай отырсыңдар? Бар, шығармасыңдар группадан, неден шығара берейін, неден, зумнан. Так, балалар, ол вариант мынау тұр ғой міне. Құрамында 8, 9 барлар ғой. Вот осылар емес па міне. 8, 9, 34. жауап 34 болады. Не осын бағанан бері ойланып жатсыңдар енді? Сендер басқа варианттарда қараңдар. 8, 9, 5, 6. Ең үлкен цифрлар осылар ғой. Яғни осылар кездескен вариант іздеу керек әрине. Вот осылардың цифрларын қосылса 34 болып тұр. Ең үлкен осы. Одан басқа варианттар, мысалы 36 ешқалай шықпайды мына жақта бізде. Мысалы, любой өздерің тексеріңдер, мысалы. Мынау уж тексеріңдер, тоже болмай қалады. Яғни болды балалар. Келесі тапсырма. Тапсырма 6 оқимыз. Давайте, Мержан, оқы. Астанада өткен Экспо 2017 көрмесіне келген 120 шетелдік қонақтың 70-і қазақ тілін, 65-і орыс тілін, 20-сы екі тілді де білмейді. Екі тілді де білетін неше адам? Итак, тапсырма түсінікті. Бізде жалпы 120 қонақ бар. Олардың 70-і қазақ тілін, 65-і орыс тілін, 20-сы екі тілді де білмейді дейді. Екі тілді де білетін қанша адам бар дейді. Вот. Енді бұл есепті біз қалай шығаратын едік? Не қолданамыз? Вен диаграммыз. Иә, дұрыс. Қанша шеңбер салуымыз керек? Екеу. Екеу, ал салыңдар екеуін. Біреуі мынау қазақ тілін білмейтіндер, ана орыс тілін білмейтіндер. И жазасыңдар. Қазақ тіліне 70 деп, орыс тіліне 65 деп жазасыңдар. Ол бәрі білмейтіндер. Енді 20 дегенді қайқа жазуымыз керек? Ортасына. Әрине ортасына. Ондай болса, мынау тек қана қазақ тілін білмейтін қанша адам бар? Тек қана қазақша білмейтін. Яғни мынау зона ғой, сол жақтағы зона қанша адам қалады мына жерден? 50. Әрине 50 болады.
Қанша адам тек қана орыс тілін білмейді? 45. 45. Болды. Ондай болса сұрақ сіздерге. Мына сыртында қанша адам бар? Бұл сыртындағылар, бұлар кімдер 20. бұлар? Мына сыртындағы кімдер бұлар? Олар тек қана Білетін. Бұлар білетін, молодец. Потому что бұлар бәрі не бізде? Мыналар бізде білмейтіндер ғой. Не қазақша білмейді, не орысша білмейді, не екеуін білмейді. Значит, бұлар сыртындағылар кімдер? Бірінке білетіндер. Понимаете, то есть екеуіне білетіндер ғой. Иә. Енді оны санау үшін не істеу керек деп ойлайсыңдар? Кішкене ойланып көріңдер балалар. Қандай варианттар бар? 50 қосу 45, азайтамыз 120. 50-ті 45-ке қосамыз. 20 сонда не? Жоқ болып кетті ме? Біз осы бүкіл 4 зонаны қосамыз. Барлығын, яғни 50 қосамыз, 20 қосамыз, 45 қосамыз, сұрағы белгісі. И вот қарапайым енді сендер теңдеу құрастырулары керек балалар. Теңдеу. Бұның бәрі тең болады. Қанша адам? Қанша адам жазуымыз керек? 120. 120. Болды, осы теңдеуді шығарсыңдаршы енді, болды ғой, оп-оңай ғой. Сұрақ 5. 5 адам ба? Бірақ ондай вариант жоқ қой бізде. Так, значит, балалар, мына есепте қайттан, как обычно, бұндай алтын сақалын есептеу қате бар деген сөз. Яғни біз бұны кішкене былай, как называется это? Шарт негізі қате кішкене. Окей, так что ештеңе етпейді. Өздерің түсініп жүресіңдер, түсініп кетесіңдер. Итак, мына жақта балалар негізі былай болу керек. 70 адам қазақ тілін біледі. 65 адам орыс тілін біледі деп мына жаққа жазу керек еді негізі. Окей? То есть бұлар біледі, ал 20 адам екі тілде білмейді дейді. Ешқайсысын білмейді. То есть получается бұлар наоборот, мынау шеңбер бар ғой, шеңберлеріміз, бұлар наоборот білетіндер. И бізге сұрап жатыр, екі тілді де білетін, яғни ортасында қанша адам деп жатыр. Біз бұны x деп аламыз, егер білмесек. Түсінікті? Ал мынау 20 адам екі білмейді дейді. Олар как раз сыртында болып тұр, наоборот. Түсіндер ме? Ондай болса сұрақ, қанша адам тек қана қазақ тілін біледі? Мына жерде қанша болу керек? Не жазуымыз керек мына жерде? Ну? 70 азайту x. Молодец, Айлана, вот. Оң жаққа? 65 азайту x. 35 азайту x. Так, енді бүкіл барлық зоналарды қосамыз, бізде шығу керек 20 адам. Яғни сендер қарапайым теңдеу шығады. Міне, 70 азайту x плюс 65 минус x қосылған 20. Балалар, өздерің дәптер жазып отырмын. Тең 20. Болды, осы теңдеуді тез шығарып жіберіңдер, балалар. Оп-оңай негізі. Так, ну кім шығарды? Так, как обычно, балалар, ешкім шығарған жоқ. Так, минус x пен x қысқарады. 70, 65, 20-ны қосамыз, бізде шығады 155. Азайту x тен 120. X пен 20-ны орнына ауыстырамыз. 155 азайту
20 тең x. Значит, x тең 35. Демек, екі тілді білетін 35 адам бар. Болды. Келесі тапсырма жеті. Так, ешкім шығаратын жоқ. Онда өзім оқимын, өзім шығара беремін болар. Жетте айтып жатыр бізде. Көрмесі 2017 жылы Астана қаласында өтті. 2017 саны 0127 цифрлардан құралған дейді. Окей. Осы цифрлардан құралған цифрлар қайталанбайтын қанша натурал сан құруға болады дейді. Бір немесе бірнеше цифрды таңдауға болады дейді. Мысалы, 2, 12. Яғни бізге санау керек, мына не үшін мүмкін болатын барлық сандардың санау керек қой, табу керек. Сол үшін біз не істейміз, балалар? Қарапайым бір таңбалардан бастаймыз. Яғни бұл кешегі есеп сияқты ғой. Бір таңбалы бір ұяшық деген сөз. И бұл ұяшыққа біз қанша цифр қоя аламыз? Төртеуін де қоя аламыз деп ойламайсыңдар, әрине үшеуін ғана қоя аламыз. Потому что 0 қоюға болмайды. Значит, мына жақта 3 вариант бар. Яғни 0, яғни 1, 2, 7. Значит, жалпы 3-ақ вариант. Келесі уже екі таңбалы іздейміз. Екі таңбалы, значит, бірінші ұяшыққа, екі ұяшық, бірінші ұяшыққа біз қоя аламыз, қайттан 3 цифр қоя аламыз. Потому что 0 қоюға болмайды міне. Демек, екінші орынға, екінші ячейкаға уже қайттан 3 болады. Неге? Себебі 0 қосылып жатыр оған. Яғни, мысалы, сендер, допустим, 7-ні қойдыңдар, мысалы, я? Вот. Значит, қалған үшеу қалады. Вот, сол үшін это 3 болады. Демек, бір-біріне көбейтесіңдер, жалпы 9 вариант шығады. Енді 3 таңбалы, яғни 3 ұяшық деген сөз. Қайттан бірінші орынға 3 цифр қоя аламыз, яғни 0-дан басқасын. Одан кейін қайттан 0 қоюға болады, значит, 3 вариант қалады. Уже 2 цифра ана жақта қойылған, значит, 2 цифра қалды. Сол 2 цифра мына жерге қоя аламыз. Яғни 2 вариант бар деген сөз. Бұл бір-біріне көбейтесіңдер, 18 вариант шығады. Енді 4 таңбалы. Тура сондай. 3 цифра қоя аламыз, 3 цифра, 2 цифра и 1 цифра. Яғни қайттан 18 шығады. Болды, енді бәрін бір-біріне қосып жібересіңдер. Сонда шығады бізде 36 қосу 12 тең 48. Болды, сұрақ жоқ, потому что сендер шығаратын жоқсыңдар. Онда келесі есепке өте береміз. Так, бізде айтып жатыр. ABCD 4 бұрышының периметрінің қосындысы 40 сантиметр болса дейді. Онда олар құрайтын үлкен 4 бұрышының периметрі қанша дейді. Так, мұндай есептерді қалай шығару керек? Просто әріптермен. Қарапайым әріп аламыз. Мысалы, мынаны давайте x деп алайық. Значит, мына тоже x болады. Так, бірақ мына жақта уже y, x болмайды. То есть басқа бір әріп қолдану керек. Давайте y болсын. То есть мына жақта x, мына жақта y, мына жерде x, мына жақта y. Ал шеткілер давайте басқа әріптермен алайық. Мысалы, a, b. Значит, мына жерде тоже a мен b болады. Болды. Енді бізге айтып отыр. 4 бұрыштың периметрінің қосындысы. Яғни әр 4 бұрыштың a, b, c-дің әрқайсысын жеке-жеке санап жіберу керек дейді. Давайте санайық a-ны. A-ны табу үшін бізге керек 2a және 2x. Яғни вот 2a плюс 2x. Так, b санау үшін бізге керек 2a плюс 2y. C санау үшін бізге керек 2b плюс 2x. И d санау үшін бізге керек 2b плюс 2y. Енді айтып отыр, бәрін қоссақ осыларды бізде 40 шығады дейді. Бірақ теңдеудің оң жағына қарасаңдар, бізде 2x пен 2x, я 2 рет міне 2a мен 2a, 2y, 2b, 2b. Яғни бізде жалпы шығып жатыр 4-тен шығып жатыр ғой міне. Яғни 4a плюс 4x плюс 4b плюс 4y шығып жатыр. Бәрін 4-ке қысқартамыз, сонда шығады бізде 10 тең a плюс b плюс x плюс y. Вот, бұны таптық. А бізге санау керек. Не санау керек? Үлкен 4 бұрыштың периметр қанша дейді. Үлкен 4 бұрыш, это получается міне мына ғой, міне a плюс b, x плюс y, 2 көбейте саламыз деген сөз. Яғни үлкен периметр тең 2 еселенген ұзындығы қосылған ені.
А біз білеміз, что мынау и так-то бәрі 10-ға тең ғой. Значит, 2 көбейту 10 тең 20. Жауап А. Болды, есеп шықты. Келесі есеп 9-шы. Так, мына кішкене ұзақ оқу керек. Так, мұғалім 3 қораптың әрқайсысына бір түсті доптан бір-бірден салып. Так, вот мына как раз кешегі есеп қой мынау. Кешегі есеп, бірақ мынау толық берілмеген еді кеше. Бүгін мынау толық беріліп жатыр. Окей, мынау шарттар кейін оқи береміз. Яғни бізде кешегідей 3 қорап бар, 4 оқушы бар. Әр 4 оқушы бірдеңке айтып жатыр. Бізге мұғалім айтқан маңызды міне. Мұғалім айтып жатыр. Сендердің біреулерің ғана 2 доптың түсін дұрыс айттыңдар дейді. Ал қалған үшеулерің тек бір түсті ғана дұрыс айттыңдар дейді. Иә, дұрыс. Тек қана біреуің ғана 2 доптың түсін дұрыс айттыңдар, ал қалған үшеулерің тек бір түсті айттыңдар дейді, доптың. Так, получается, мына жақта не деген сөз? Біз балалар өтірік айтып жатыр, немесе қателесіп жатыр ғой. Иә, соны біз қарапайым қалай шығарамыз? Кестемен шығаруымыз керек. Вот, яғни бізде қалай жасаймыз бұны? Кестені қалай құрастырамыз? Так, бізге балалар керек и қораптар керек. Так, ну давайте 4 оқушыны жазып жіберейік. Так, бұл бізде Арай, Гаухар, Парасат и Бейсен. Так. И бізде 3 қорап бар дейді. Так, давайте қораптарды былай жазайық. Бірінші қорап, екінші, үшінші қорап болсын. Енді жамендеп, мына немен жасау керек, жұмыс жасау керек, информациямен. Айтып отыр, Арай бірінші қорапта сары доп дейді. То есть, айтып отыр, мына жақта сары, екінші қорапта қара доп, үшінші қорапта қызыл доп дейді. Так, мына қара мен қызылды ажырату керек. Қара, қызыл деп қойып. Қызыл. Гаухар айтып отыр, бірінші қорапта сары доп, екінші қорапта қара доп. То есть, қайттан тура соны айтып отыр. Ал үшінші қорапта жасыл доп дейді. Окей. Парасат бірінші қорапта күлгін дейді. Мұндай да бар екен. Екінші қорапта сары доп. Үшінші қорапта көк доп дейді. Көк, күлгін. И Бесен деген жігіт бірінші қорапта сары дейді. Екінші қорапта жасыл дейді. Үшінші қорапта күлгін доп дейді. Так, енді бізге айтып отыр, сендердің біреулерің ғана 2 доптың түсін дұрыс айттыңдар дейді. Окей? Біреуің ғана 2 доптың түсін дұрыс айттыңдар. Ал қалған үшеулерің тек бір түсті ғана дұрыс айттыңдар. Вот, соны бізге бірінші табу керек. То есть, қай бала 2 доптың түсін дұрыс айтты. Вот, сол бір баланы табу керек бізге. Қайсысы ең дұрыс жауап берді? Ең көп дұрыс жауап берді. Так, ну давайте бастайық. Егер де ол бізде Ара деген қыз болса, допустим, бұл қыз дұрыс болса, и оның айтқан 2 түсі дұрыс деп айтайық. Мысалы, сары мен қара. Бірақ ол дұрыс болса, айта бер. Қара емес, екінші өйткені екі рет қайталаныпты. Я, значит, ол сары мен қара емес. Может быть, сары мен қызыл шығар. То есть, мысалы, мен жасылға бояйын, типа, ана дұрыс деп ойлайық. Ну, понятно, что сары мен қара екеуі де дұрыс емес, потому что Г. Гаухар то же самое айтып жатыр. Әрине, ол емес. Значит, сары мен басқа түс болуы мүмкін. Мысалы, қызыл болуы мүмкін. То есть, получается, типа, бірінші қорапта сары болып тұр ғой. Вот, демек, не деген сөз? Егер мына дұрыс деп қабылдасақ,
Это значит, что бірінші қорапта сары деген сөз. Это значит, Гаухар дұрыс айтты. И Б, Бесен тоже дұрыс айтты. Ау? Сонда сары, жасыл, қызыл болады, иә? Так, и значит, балалар, не деген сөз? Қалған түстер, яғни бізде не деп отыр? Типа, Арай деген қыз екі рет дұрыс жауап берді ғой. Значит, оның үшіншісі қате деген сөз. То есть, мынау екіншісі қара емес точно. То есть, тоже қара емес. Ал қалған балалар, бізде қанша рет дұрыс айтты? Бір-бірден дұрыс айтты. Бізде и так та біріншісі сары болып тұр ғой, егер де осылай қабылдасақ. Это значит, точно сары. И кімдер? Гаухар және Бесен дегендер уже дұрыс жауап беріп қойды, уже болды. Значит, олардың басқа жауаптары қате деген сөз. Понимаете? И мынау точно қызыл болу керек, потому что бағана бірінші Арайдың айтқаны дұрыс болған. Значит, бұл точно көк емес. Бірақ ондай болса шығып жатыр, что екінші вариантқа тек қана не қалып тұр? Тек қана сары деген вариант қалып тұр. Бірақ ол мүмкін емес қой, потому что бізде не деп жатыр? Бір түсті доптан дейді, бір-бірден салып, әр қандай түсті, то есть бізде әр қорапта әртүрлі түс. Понимаете? То есть біздің Арайлым айтқан сары және қызыл дегені ол қате болды деген сөз. Ештеңе етпейді. Значит, қайттан басынан бастап, оның басқа екі вариантын қарастыруымыз керек. Значит, олар қандай вариант қалды? Тек қана қара және қызыл деген дұрыс қалды деген сөз. Это значит, что біздің бірінші қорапта сары емес деген сөз. Точно сары емес, точно сары емес. Түсіндік оны. Значит, ол қандай болады? Күлгін болады. Болды. Демек, парасаттың қалған екі варианты қате деген сөз. Вот. Біз білеміз, что егер де мынау қара мен қызыл болса, значит, Гаухардың айтқаны қарасы дұрыс деген сөз. Болды. Значит, Арайлымды бітірдік, Гаухарды бітірдік, значит, ол бірінші жасыл емес. Ну, получается, үшінші доп қызыл болса, значит, ол не емес даже. Көк емес қой. Көк па, күлгін ба? Вроде күлгін деген сөз еді, иә. Точно күлгін емес. Күлгін. И получается тоже жасыл емес, получается. Екінші варианттың, екінші қораптағы Бесен тоже жасыл емес. То есть қысқасы бізде Бесен деген жігіт бір рет дұрыс айтқан жоқ деген сөз. Болды. Ол мүмкін емес. Яғни не деген сөз? Біздің екі рет дұрыс айтқан оқушы ол Арай деген қыз емес деген сөз. Значит, Арай деген қыз, значит, ол бір-ақ рет дұрыс айтты. Бізге керек екі рет дұрыс айтқан керек. Понимаете? Все, давайте енді кімді қарастырайық. Мынау қыз бізде. Гаухар деген қыз қарастырайық. Қайттан сары мен қара бола алмайды, потому что ол біріншісімен бірдей. Значит, сары мен жасылды қарастырамыз. Вот. Это значит, что мынау емес, қара емес екіншісі. Точно қара емес тоже. Так, значит, Арай деген дұрыс айтты. Я, мынау Бесен деген дұрыс айтты. Все, олардың несі бітті уже. Я? То есть бір-ақ рет дұрыс айтты. Значит, мынау точно қызыл емес, көк емес, күлгін емес. Так, бізге кім қалды? Міне, Бесеннің екіншісі вариант тоже қате, жасыл емес. Значит, не деген сөз? Ол қандай цвет қалады екінші коробкаға? Тек қана сары деген қалады. Біз білеміз, что сары это бірінші вариант. Демек, значит, не деген сөз? Бұл да қате деген сөз. Значит, біздің Гаухардың айтқан сары мен жасыл емес, онда бір ғана вариант қалады. Ол қара мен жасыл деген сөз. Болды. Значит, ол бірінші коробкада точно қызыл емес. Ой, точно, кешірім сұраймын, точно сары емес. Значит, ол қайттан не болады? Қайттан күлгін болады. Все, біз бүкіл коробкаларды типа таптық. Это значит, қалған варианттар қате болу керек деген сөз. То есть, получается, қараңдар, Арайлым деген қызда уже. Ода уже қара деген дұрыс екен, иә, дұрыс. Мынау қате. Так, мынау екеуі қате болу керек, потому что мне ол бір рет оны дұрыс жауап беріп жатыр ғой. И Бесене тоже бір рет дұрыс болу керек.
бірақ байқасаңдар, оның айтқан жауаптары қате болып тұр. Жасыл деп отыр, күлгін деп тұр. Бірақ бізде қара болу керек, жасыл керек. То есть қайттан бейсенге дұрыс болмай қалды. Это значит, что біз гауһар үшін бүкіл варианттарды қарастырдық. Значит, біздің іздеп жатқан оқушымыз гауһар деген қыз емес деген сөз. Болды. Яғни екі рет дұрыс жауап берген адам, ол Арай емес и гауһар да емес. Значит, келесі вариантқа өтеміз. Ол бізде кім мынау? Парасат деген оқушы болсын. Парасат айтқан оқушысы, айтқан екі түсі, мысалы, мынау болсын айталық. Күлгін және сары. Демек, үшінші цветі айтқан ол көк емес. Бұл қате деген сөз. Так, значит, қалған варианттар, үстіндегі бүкіл варианттарды өшіре салуға болады міне. Потому что точно күлгін, точно сары, но алып тастаймыз. Бұл не деген сөз? Это значит, что үшінші цвет уже либо қызыл болады, либо жасыл болады, либо күлгін болады. Бірақ ол мүмкін емес қой былай болған. Понимаете? Почему? Потому что бізде бірақ қана түс болу керек қой. То есть біреу ғана дұрыс болу керек. Мысалы, жасыл деп алсақ, значит, мынау қалғандары қате деген сөз. А бізде мүмкін емес, чтобы толық бәрі қате деген. Демек, не деген сөз бұл? Парасаттың алған екі қорапшасы ондай емес, кішкене басқаша қорапша аламыз. Мысалы, давайте күлгінмен көк болсын, мысалы. Яғни бірінші мен үшіншісі дұрыс айтсын, екіншісін қате айтсын деп ойланайық. Так, ондай болса, бірінші қорап точно сары емес. Так, үшінші қорап точно міне көк болып тұр. И тура сондай получается. Не деген сөз ол? Получается, ол қара и жасыл болып тұр. Ал мүмкін емес қой, қайттан. Үшеуі үш түрлі болып отыр міне. Қара и жасыл. Тоже қате, значит. Болды. Демек, парасат үшін үшінші вариант қалды. Ол қандай? Екінші және үшінші қорапша. Это значит, это Наушат. Это Сомен Шушат. сондай шығар енді. Так, демек, парасаттың бірінші варианты қате деген сөз, күлгін емес. Демек, ол точно қандай болады? Сары деген сөз. Потому что бірақ қана вариант сары болып тұр. Бірақ бізде сары болып тұр, это тоже сары болып тұр екінші вариантта. Ну, ол мүмкін емес балалар. Значит, бүкіл варианттарды қарастырдық біз парасат деген қыз үшін. Демек, біздің екі вариантты да дұрыс деген оқушы, ол Бейсен деген бала. Значит, Бейсен айтқаны екеуі де дұрыс болып тұр. Тоже тез қарастыра саламыз. Мысалы, бір мен екі болса, значит, үшіншісі күлгін емес деген сөз. Бірінші мен екінші сары мен жасыл болса, значит, қалған варианттар, то есть сары дегені дұрыс болды, значит, қалған екі варианты қате деген сөз, автоматически. Так, получается, ол екіншісі тоже жасыл деп, значит, қате. Демек, үшінші вариант қалады, ол көк. И шынымен қазір санасақ, мына жақта бір дұрыс жауап, екі дұрыс жауап. Анау кеп тұр бізде. Анау вариант кеп тұр. Значит, осыны ала беруге болады. Онда сұрап отыр. Онда үшінші қорапта қандай түсті болады дейді? Көк. Ондай вариант бізде бар міне. Көк. Болды. Түсінген түсінді, түсінбеген түсінбеді. Өздерің білесіңдер балалар. Ақыры шығарып отқан жоқсыңдар. Так, келесі есеп. Есеп номер 1. Айтып отыр. Егер де мынандай болса, А бөлі Б бөлі С қандай қатынасын табыңыз дейді. Так, мынандай есептерді просто бала шығара салуға болады. Қалай? Просто орнына бір сандарды қойып жібересіңдер, болды. Немесе бүйтуге болады. Мысалы, 3А тең 4Б тең 5С. И бұны бір санға теңестіре салуға болады. Мысалы, 3, 4, 5 деген сандардың қандай ортақ еселігі бар? Ортақ бөлімі қаншаға тең 3, 4, 5-тің? 60. 60-ға тең. Осы жерден А қанша болады, Б қанша болады, С қанша болады деп сана салуға болады тез-тез. Яғни 60 бөлі 3, А тең 20 шығады, Б тең 15 шығады, С 12 шығады. Енді А бөлі Б бөлі С деген нәрсе, это то же самое, что и 20 бөлі 15
бөлу 12. Әрқайсының қаншаға үшке бөлінбейді, екіге бөлінбейді, беске бөлінбейді. Все, осы қатынаста онда қала береді. Яғни сендер жазуларың керек 20, 15, 12. Ешқайсысы қысқармайды. Яғни қысқартуға болады, егер де үшеуі де қысқарса. Яғни екеуі қысқарып жатыр, бірақ үшіншісімен қысқармай жатыр. Демек жауапты осылай қалдыра бересіңдер. Болды, есеп шықты. Келесі есеп. Тура сол кешегідей ғой мынау. 1, 2, 4, 5, 2016-ға дейін, потом 2016-тан 1-ге дейін. Тоже қалай шығарамыз? Әшейін парочкалар қарастырасыңдар. Міне 1 мен 2016, 2 мен 2015 кете береді. Потом 3 пен 2000, сөйтіп 2016 мен 1 кетеді. Яғни бізде бүкіл парочкалардың қосындысы 2017 шығады. И ондай парочкалар 2016 штук. И тағы да ортасында 2017 бар. Яғни сонда шығады бізде 2017 штук. 2017 шығады. 2017-ге бөлеміз. Қайттан шығады 2017. Так, келесі есеп 3. АБЦ 3 таңбалы саны мен оның кері тәртіпті саны ЦБА-ның қосындысы 888 дейді. Яғни АБЦ қосамыз ЦБА, былай таяқшамен тең деді 888. Онда осында 3 таңбалы сандардың қаншасы бар дейді. Яғни қанша жауап бар дейді мына. И бұндай есепті оп-оңай шығарамыз біз. Не істейміз? Мына таяқшадан құтылу керек. Таяқшадан құтылу үшін бізге қалай жазамыз? А деген еске түсіреміз. Бұл бізде ондық, Б деген, наоборот, А деген жүздік, Б ондық, С бірліктер. Яғни біз бұны жаза аламыз былай. 100А қосу 10Б қосу С деп. Ал ЦБАны то же самое. 100С қосу 10Б қосу А. Тең 888 міне. Итак, қосамыз Алар мен Аларды. Яғни 101А шығады. Б-лар мен Б-ларды, яғни 20Б шығады. И С мен С, яғни 101С шығады қайттан. Тең 888. Енді бізге осы есепті шығару керек. Яғни бізде шығып жатыр 101 шашаның сыртына шығарсақ А плюс С плюс 20Б тең 888. Осыны теңдеуді шығару керек бізге. Итак, бұл шығарудың жолы бір ғана бар, бір ғана жауап бар сияқты. То есть бір ғана вариант болуы мүмкін. Итак, ол қандай? Біз білеміз, что 20Б ол бәрібір немен бітеді? 0-мен бітеді. Бәрібір 0-мен бітеді. 20 көбейту Б бәрі 0-мен бітеді, потому что 10-ға бөлінеді. А мына жақта соңында жауап 8-мен бітіп жатыр. Демек біздің 101 көбейту А плюс С да 8-мен біту керек деген сөз. Енді 101-ді қай санға көбейтсек, соңы бәрібір 8 болады. Әрине 8 болады, әрине. Значит, біздің А плюс С ол тек қана 8-ге тең деген сөз.